Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін керемет дәмді манты жасайтын боламыз. Манты жасай алмайтын адамдар аз деп ойлаймын. Дегенмен артта өсіп келе жатқан жаңадан манты жасап үйреніп жүрген сіңілдеріме осы видеоны арнаймын. Ең алдымен манты жасау үшін бізге ет керек, пияз керек және ет тартқыш. Етті ет тартқыштан өткіземіз. Одан кейін пиязды ұнтақтап тураймыз. Одан басқа су қосамыз, бұрыш қосамыз. Және тұз қосамыз. Осы фарштан барлығын мантыға қолданбаймын. 1 килограмын аламын да, оған 500 грамм сарымсақ, яғни пияз қосамын. Немесе 1 килограмм етке 1 килограмм пияз қосуға болады. Барлығын араластырып қоямыз. Жалпы мантының салмасын, пельменнің салмасын, котлет болмасын, бәрін алдын ала жасап қойған дұрыс. Ендігі кезекте тесто қамыр илейміз. Ол үшін бізге мен жерде 500 грамм ұн алып тұрмын. Сіздерге 700 грамм алса да болады. Ол начинканы тестоға қаншадан саласыз, соған байланысты болады. Негізі 700 граммнан 1 килограммға дейін алу керек. Суды 1 немесе 3 бөлікке бөліп құйып илеген дұрыс. Оны илегеннен кейін 15 минутқа қалдырамыз. Ona тегешті бетіне жау қойға болады, немесе целлофанның ішіне салып қоясыздар. 15 минут өткеннен кейін, аз деген 15 минут өту керек. Нанды тағы да бір басып, тағы да 15 минут немесе 30 минутқа қалдырасыз. Одан кейін ары қарата қамырды илеп, манты жасай беруге болады. Міне, қамырдың иі қанды, енді оны екіге бөлеміз. Бір бөлігін жайып, манты жасай бастаймыз. 4 бұрыштар кесіп аламыз. Манты барканы алдын ала дайындап қоямыз. Оның табақтарын майлап, мантыны мына видеода көрсеткендей жасап, ішіне саламыз. Кастрюльге суды қайнатып алдын ала дайындап қоямыз. Манты баркамызды үстіне қоямыз. Манты 45 минут піседі. Содан кейін оны жей беруге болады. Қажет болса үстінен соус дайындаңыздар. Подписывайтесь на мамин канал, нажмите на колокольчик и на лайк нажмите. И еще на колокольчик нажмите 2 раза. Только не ставьте дизлайки. Все.